Сәлем достар, сіздермен Қарлығаш Сапаралықызы. Бүгін осылай 100 граммында 48 ғана калория болатын салат жасаймыз. Оған осы 4 ғана зат керек болады. Алдыменен капустаны жақсылап майдалап турап аламыз. Менде кішкене ірі тірілеу капуста болды, сол үшін қатты болып көрініп тұр. Сіздер жұмсақтап алсаңыздар, салат одан да дәмді болады. Осылай тұз сеуіп, жақсылап мұжып, капустаны жұмсартып алдым. Осылай жасайсыздар. Сосын қиярды мен осылай кесіп турадым. Сіздер қалауларыңызша басқаша турауларыңызға да болады. Сосын барлығын турап, бір ыдысқа жинап салып, мен сосын бір чеснок қостым. Егер әшін ұнататын, чеснокты ұнататын болсаңыздар, екеу-үшеу қоссаңыздар да болады. Бір чеснок аш емес, дәмін әдемі қылды. Солай барлығын қосып, турап, барлығын бір ыдысқа жинап салып аламыз. Сосын укроп қосамыз. Укропты жақсылап майдалап, турап, жуып тазалап қостым. Сіздерге осындай папа рецепттер ұнап жүрсе, маған лайк басып тіркеліп алсаңыздар. Лайк басу ақша тұрмайды және уақытты да алмайды. Осы менің видеоларымның таралуына көмек қолын созсаңыздар, өте қуанышты болатын едім. Мен өте көп тағам түрлерін түсіретін боламын алда. Сол үшін тіркеліп кетсеңіздер, өкінбейсіздер. Осылай мен 15% сметана қостым, 80 грамм қостым, барлығын араластырып, осылай әдемі салат жасаймыз. Дәмі деген өте керемет болады, әрі жеңіл, асқазанның қорытуына көмектесетін пайдалы салат. Ас болсын!